Ай артынан ай өтер демекші, нақышты мерекеге толы Наурыз айда артта қалды. Біз халықаралық әйелдер күні, Наурыз мейрамы сияқты екі мемлекеттік дәрежедегі мерекелерді атап өттік. Алайда Наурыз айы тек қана салтанатты мерекелер емес, өңір үшін маңызды саяси шешімдермен де есте қалды. Өткен айда Ақмола облысына жоғарғы санаттағы шенеуніктердің назар ауғандай. Жұмыс барысындағы іс-сапармен өңірімізге вице-премьер Серік Ахметов, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова, мемлекеттік істер жөніндегі агенттіктің төрағасы Әлихан Байменов, жер ресурстарын реттеу жөніндегі агенттік төрағасы Қадырхан Отаровтар ат басын бұрды. Сондай-ақ парламент сенатының депутаттарынан құралған өңір тобы жұмыс жасады. Облысымызға келушілердің мақсаттары әртүрлі болды. Оның ішінде президент жолдауын түсіндіру, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын қадағалау сияқты іргелі мәселелер бар. Мәселен, вице-премьер Серік Ахметов біздің облысымызға премьер-министр Кәрім Мәсімовтің тікелей тапсырмасымен келіпті. Ол Атбасар және Қорғалжын аудандарында болып, бірқатар кәсіпорындар жұмыстарымен танысты. Бұл іс-сапардың мәнісі сол: Ақмола облысы ет өнімдерін экспорттауда көштің алдында болуға тиіс. 2016 жылға қарай Қазақстан экспортқа 60 мың тонна ет шығаруды жоспарлап отыр. Оның 20 мың тоннасын ақмолалықтар өндіруі керек. Аталған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін өңірдің мал шаруашылығы саласы бірқатар мәселелерді шешіп алуы тиіс. Ол тиімді мәселелер қатарында несие үстемақысының жоғарылығы, бүгінгі талапқа сай қасапханалардың жетіспеуі жатады. Іс-сапар барысын қорытындылаған вице-премьер Серік Ахметов ақмолалықтарды қолдау ретінде бұл мәселелерді үкіметтік дәрежеде көтеруге уәде етті. По ветеринарии, значит, мы договорились. Ветеринарияға қатысты кеңес өткізу қажет. Ол үкімет деңгейінде өтуі керек. Бұл жиынды ұйымдастыру ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктеледі. Барлық жауапты мекемелер мен басқармалардың басын қосып, көптеген мәселелерді талқылаймыз.